баршаларыңа сәлем достар. Қалайсыңдар? Көршін достар, мен өткен бөлімде Бека деген досымның салған үйін обзор жасап көрсеткен болатынмын, кішігірім үйін. Ал сол бөлімді көрген болсаңыздар, мен сол бөлімде проның үйін обзор жасайтын болатынымды айтқан болатынмын. Ал сыртын үшін обзор жасауға көрсетіп кетейін достар. Ал видеоны бастайық. Так, в общем, достар, мен баяғыдан не жасайтын едім, ол әрине бірінші сыртына обзор. Мынау не десеңіздер, мен көрсетемін оны. Оған да обзор жасайтын боламын. Бұл енді біз тұрмайтын үй, сол үшін типа Нукпен Про түсіргенде проның үйін осындай алмаспен жасадық достар. Міне сырт осындай, ал мынау не екенін маған байланысты көріп тұрған болатын шығарсыздар достар. Бұл әрине иттің үйі достар. Бұны да бұлай жасаған болатынмын. Оның да атын Бека деген досыма қойған болатын. Аты бөрі басар екен, келкепетті. Еще екен мынандай. Если ашық тұра берсін, ақын достар, тақырыбымыз итті, сол үшін үйін ішіне кіретін болай. Әрқайсына бір тоқтауға кететін болай. Так, в общем, достар, міне мына жақта киім ілгіш, мынау не деп ойлайсыздар достар. Бұл әрине телевизор, ал мынау жанындағы диван. Телевизор типа андай шкафтар болады, телевизор қойылатын, сол сияқты. Міне мына жақтарында шкаф секілді бұнымен келер. Мына жақтарда тағы да киім ілетін. Ал мына жақта не десеңіздер достар, бұл типа проның үйіндегі печка секілді. Мына жақта да бочка бар, мына жақта да бочка бар. Ал мына жақта кітапхана. Бұл жақтың екінші этажында да заттар бар, соны көрсетіп кетейін. Міне, достар, бұл жақта да жататын жер. Мына жақта кітаптар тұрады, ал мына жақта бочка. Так, в общем, достар, проның үйіне обзор видео аяқталды. Келесі бөлімде кездескенше сау саламатта болайық. Сау болыңдар достар.